Панкреатит бұл қазіргі таңда жиі кездесетін аурулар түрі. Панкреатит ол өттің қабынуы. Қандай жағдайда өт қабынады? Оның басы және оның асқынған кезде соңы не болмақ? Сан сұрақ бар. Армысыздар, сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма тіркеп мені қолдап кетіңіздер. Ол мен үшін аса маңызды. Өт жолының қабынуы, яғни панкреатит, оның алғашқы белгілері қандай және ағзада қандай өзгерістер болады? Егер де қабыну сіздің ағзаңыздың қай тұсында байқалған болса, сіздің сол ағзаның сол тұсы жиірек ауру белгілерін береді. Ол оң жақ қабырғаңыз, сол жақ қабырғаңыз болуы мүмкін. Кейбір адамдарда қабырғадан, оң жақ қабырғадан артқа қарай береді. Бұл көбінде созылмалы панкреатиттің белгілері. Егер де сізде панкреатиттің асқынған түрі болатын болса, онда сізге міндетті түрде медициналық ем алу керек. Егер де созылмалы панкреатит болатын болса, сізде оның алғашқы белгілері іш ауыру, жүрек айну, іштің желденуі. Панкреатит ол жедел дамиды. Егер тамақ рационыңызға мән бермейтін болсаңыз, сіздің ағзаңызда улану процесі болады. Қан құрамында қант мөлшері көбейеді. Сізде панкреатит бар болатын болса, сіздің денсаулығыңыз нашарлап, үнемі қабырға тұсыңыз ауырып, әлсіз болып, шаршап, іш құрылысыңыз ауырып, энергияңыз бір күндікке жетпей жатады. Сол үшін сіздің денсаулығыңыз өз қолыңызда. Егер ауырмаудың жолын іздейтін болсаңыз, майлы тағамдардан, белоктардан, түрлі дәмдеуіштерден, және де алкогольдан, фастфудтардан және стресстен аулақ болғаныңыз жөн. Егер сіз майлы тағамдарды, осы айтылған тағамдарды жиі тұтынатын болсаңыз, сізде жүрек айну, іш қату, іш желдену болады. Өзіңіздің рационыңызға уақытша диета ұстаңыз. Еттерден, орехтардан тыйылып, салат, көкөністерді жиі тұтыныңыз. Және тағамыңызға түрлі пайдалы дәрумендерді көбірек қосуға әрекет етіңіз. Өт панкреатит, яғни бұл адам ағзасында бауырмен бірге қатар жүретін ең маңызды органдардың бірі. Денсаулығыңызды күтіп, аман сау болыңыз.